күнделікті ағылшын үйренуге қандай әдетті қалыптастырыңыз? Мысалы, айтып жатады ғой, өтірік идеалдар деген болады ғой, енді мысалы әлеуметтік желіде тек өзінің нәтижесімен ғана бөліседі. Ал енді ағылшын тілін үйренетін адам бәрібір де қиындыққа тап болады ғой. Мысалы, жалқаулық болуы мүмкін деген сияқты, немесе тағы да тағы сондай нәрселерді қалай қарсы тұрдыңыз, және сондай қарсы тұру үшін қандай әдеттерді қалыптастырдыңыз? Менің осы ағылшын үйрену жолымның үлкен бөлігі мектеп кезінде болды. Және мектепте мен сабақты жақсы оқитын, мысалы сабақтан қашпайтын, беске оқитын, менде кішкене жауапкершілік болды. Және шынымды айтайын, мектепте курсқа қатысқанда менде бір андай ой болмады, мысалы ағылшынға ұнамайды немесе барғым келмейді, білмеймін, кішкене робот сияқты. Аптасына 3 сабақ болды, 3 сабағыма баратын, үй жұмысын орындайтын. Бір жағынан андай дисциплинам жақсы болды, бірақ басқа жағынан мен бір ғажайып еш нәрсе істемедім. Мен әшейін ғана маған берілген ақпаратты ұқтым, үй жұмысын істедім, қатыстым, сабақты өткізбедім, болды. Соның арқасында ғана нәтиже пайда болды. Сол үшін барлық осы ағылшын үйренгісі келетіндерге айтатын кеңесім, ең жақсы керек нәрсе ол әрине орта. Сен өзің жалғыз жүрсең, тек қана ағылшынды өзің үйде ноутбукпен үйренсең, сенде не андай тамаша ерекше мотивация болу керек, оның бәрін осы жылдар бойы жалғастыратындай. Немесе саған бір орта керек, ондай ортаны курстардан табуға болады. Ол әртүрлі курс болуы мүмкін. Онлайн курс, офлайн курс, өзіңіздің стиліңізге, өміріңіздің жағдайына қайсысы көбірек лайық, керек, соны таңдаңыз. Бірақ бастысы осы бір курсқа жазылсаңыз және тұрақты қатыссаңыз, және сол қатысқан кезде әрине энергияңызды берсеңіз, мысалы кейбір адамдар болады, менде болған кейбір студенттер курсқа жазылады, қатысады, бірақ олар түні бойы дота ойнайды, шаршап келеді, еш мотивациясыз былай отырады. Әрине ондай кезде нәтиже болмайды, бірақ сіз білімді қабылдауға дайындықпен келсеңіз және тұрақты келсеңіз, нәтиже 100% болады, ешқайда кетпейді. Сол үшін орта өте маңызды.